еліміздің оңтүстік астанасының символына айналған Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі табиғаттың баға жетпес байлығы. Аумағы 200 мың гектардан асатын бұл ерекше қорғалатын табиғи аумақта 2000-нан астам өсімдік, мыңдаған жануарлар мен құстар түрі мекендейді. Бұл табиғатты қорғау мен биоалуантүрлілікті сақтауға бағытталған жүйелі еңбектің нәтижесі. Бүгінде ұлттық парк аумағы кеңейіп, миллиондаған ағаш көшеттері отырғызылып, табиғатты қорғау ісі жаңа деңгейге көтерілді. Ең бастысы, ата заңымызда табиғатты қорғау мәселесі ерекше атап өтілген. Қазақстан Конституциясының 34-ші бабында әрбір азамат табиғатты сақтауға және табиғи байлыққа ұқыпты қарауға міндетті екені нақты көрсетілген. Бұл табиғатты қорғау тек міндет емес, болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік екенін білдіреді. Референдум ел тарихында маңызды кезеңдердің бірі. Халықтың таңдауы арқылы Конституцияға енгізілген өзгерістер еліміздің дамуына жаңа серпін берді. Іле-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ұжымы сіздерді өз учаскелеріңізге келіп, өз таңдауларыңызды жасауға шақырады.